Сәлем достар, сіздермен бірге ерке. Бүгін мен сіздерге алып мүйізді сиырлар туралы айтып беремін. Олай болса, видеоны соңына дейін көріңіздер. Видеодағы бұқаның аты Ватуси деп аталады. Бұл жануарлар Африка құрлығында мекен етеді. Ватусилар жабайы сиырлардан тараған. Адамдар бұны үй жануары ретінде асырайды. Ватусидің ерекшелігі не деп ойлайсыңдар? Әрине, оның үлкен мүйізінде. Ватусидің мүйізінің ұзындығы 2-4 метрге дейін жетеді. Ал салмағы болса 90-100 килограмм. Сиырдың мұндай мүйізі термореттегіш қызметін атқарады. Оның ұзын мүйізі қан тамырларымен байланысып, жаздың ыстығында ауаны салқындатып отырады. Ал салқындаған қан жануардың денесіндегі ыстықты басады. Ватуси деген атауды Африка тайпалары берген. Бұл тайпалар сиырды қасиетті жануар деп санайды. Ватусилардың салмағы 400-700 килограммға дейін жетеді. Олар шөлге де, аштыққа да аса төзімді. Яғни көп шөлдемейді, тамақты аз жейді. Міне достар, алып мүйізді сиырлар туралы біліп алдық. Егер видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.